Саламатсыздар ма балалар? 4 сынып математика 26 сабақ. Сабақтың тақырыбы пысықтау. Бүгінгі сабақта жиындар арасындағы қатынасты анықтайтын боламыз және көп таңбалы сандарды бөлу, көбейтуді орындаймыз. Сабақты бастамастан бұрын балалар алдымен каналға тіркеліп, видеоға лайк басып қойыңыздар. Каналдан 2-ші, 3-ші, 4-ші сыныптың математика, қазақ тілі пәндерін көріп бірге орындасаңыздар болады. Бірінші есеп. Диаграммадағы жиындар элементтерінің қатынасы қандай екендігін түсіндір дейді. Бізге үшеуі бір-бірімен қиылысқан 3 диаграмма берілген. Ең бірінші қызыл түсте грек әліпбиі, көк түсте кирилл әліпбиі және латын әліпбиі жасыл түсте белгіленген. Енді осылардың диаграмманың қиылысқан жерлеріндегі әріптер бұлар осы өздеріне ортақ әріптер болып табылады. Ең бірінші грек пен латын әліпбиіне тиісті әріптер ол N, Z және I. Ал грек және кирилл әліпбиіне тиісті ортақ әріптер G, F және P. Ал кирилл мен латын әліпбиіне тиісті екеуінің де ортақ әріп ол S екен. Ал енді диаграмманың орталық бөлігінде осы грек, латын және кирилл әліпбиіне үшеуіне де қатысты әріптер белгіленген. Ол мына көріп тұрғанымыздай O, T, N, R, M, A, V, X және К және У, одан кейін Е. Бірінші есептің әсі латын және кирилл әліпбилеріндегі әріптер жиынының қатынасын белгіле дейді. Бұл жерде көк түсте кирилл әліпбиіне қатысты осы әріптер жазсақ, жасыл түске латын әліпбиіне қатысты әріптер жазамыз. Енді кирилл әліпбиіне Z, Я, Ч, И, Ш, Д, Л. Ал латын әліпбиіне Q, F, X, D, V, L, S және G, W. Енді екеуіне де ортақ осы диаграмманың қиылысқан жерінде екеуіне де әріптердің жиынының қатынасы белгіленген. Ол O, S, T, M, V. Келесі бізде екінші есеп. Есепте 33.007-ге 3.050-ді қосамыз, 36.057 болады. 8.405-ге 1.321-ді қосу керек, сонда мәні 9.726 болады екен. 38.502-ге азайтамыз 2.880-ді, сонда мәні 35.622 болады. 6.000-нан 4.022-ні алып тастаған кезде 1978 болады. 841.240-ті 4-ге бөлген кезде 210.310 шығады екен. 251.245-ті 5-ге бөлген кезде 50.249 болады екен. Келесі бізде үшінші есеп, жиындарды қара дейді. Бізге әртүрлі әріпте жиындар берілген және оның ішіндегі әріптердің орындары ауысып берілген. Енді осы жердегі біз тең жиындарды табуымыз керек және тиісті белгілердің көмегімен жазуымыз керек. Ең бірінші, мысалы біз Е жиынына қарайық. Ол жерде М, Ы, С, Ы, Қ әріптері тұр, яғни мысық сөзі шығады екен. Ал енді осы сөзге ұқсас, бірақ орындары ауысқан әріптердің және басқа сөз шығады. Ол Р жиынына қарайық. Қ, Ы, С, Ы, М болып орындары ауысқан және ол қысым сөзі болып тұр. Енді осы жердегі Е мен П жиындары тең болады екен. Келесі тағы да осындай тең жиындар бар бізде. Ол А жиыны мен Д жиыны. А жиыны бізде А, Л, Ш, А әріптері берілген, алша сөз шығып тұр. Ал Д жиынында А, Л, А, Ш әріптері алаш сөз шығып тұр. Осы екі жиын бір-бірімен тең болады. Енді есептің әсіне қарай қай жиын А жиынының ішкі жиыны болып табылады, тиісті белгілердің көмегімен жаз дейді. С жиыны А жиынының ішкі жиыны болып табылады. Енді қай жиын Р жиынының ішкі жиыны болып табылады, тиісті белгілердің көмегімен жаз дейді. Б жиыны Р жиынының ішкі жиыны болып табылады. Яғни мынау белгі жиын деген, яғни тиісті дегенді, ішкі жиын дегенді білдіреді екен. Келесі бізде төртінші есеп. Есепті шығар. Мәтін есеп берілген екен, қарайық. Алдымен оқиық берілген. Арасы 1985 километр екі ауылдан бір-бірінен қарама-қарсы екі бағытқа екі автокөлік шықты. Біріншісі белгіленген А ауылына дейін 324 километр, ал екіншісі белгіленген В ауылына дейін 469 километр жол жүрді. А және Б ауылдарының арақашықтығын қанша километр дейді. Енді есептің берілгенін шартын құрып жазайық. Берілгені екі ауылдың арасы 1985 километр.
А ауылына дейін 324 км, В ауылына дейін 469 км. Табу керек А және В ауылдарының ара қашықтығы. Шешуі: бұл жерде біз А ауылына дейінгі, В ауылына дейінгі және екі ауылдың арасындағы арақашықтық үшеуін де қосамыз бір-біріне. Сонда шешуі: 324 қосылған 469 қосылған 1985 тең болады 2778 км. Жауабы: А және В ауылдарының арақашықтығы 2778 км. Бесінші есеп. Мәтінді оқы. Есептің сызбасына қара. Есептің мәтінде қысқаша жазылуы бойынша қандай деректер жетпей тұрғанын анықта. Мәтінді толықтыр, есепті шығар дейді. Баспахана 3 күн ішінде 1087 кітап басып шығарды. Бірінші күні 299 кітап, екінші күні 303 кітап басылды. Барлығы 1087, енді біз үшінші күні қанша кітап шығарғанын табуымыз керек. Бірінші күні 299 кітап, екінші күні 303 кітап, үшінші күні белгісіз кітап, барлығы 1087 кітап басылды. Шешуі: 1087-ден азайтып тастаймыз. Осы бірінші және екінші күні шыққан кітап сандарын қосып. 1087 азайтылған 299 қосылған 303. Жақшаның ішінде 602 болады. 1087-ден 602-ні азайтқан кезде 485 болады. Жауабы: баспахана үшінші күні 485 кітап басып шығарды. Алтыншы есеп. Тапсырманы орында. Тіктөртбұрыш пішінді бөлменің еденіне қабырғалары 2 метр 65 сантиметрге тең екі бөлек шаршы пішінді линолеум төселді. Бөлменің ұзындығы мен ені қанша? Бөлменің периметрін есепте дейді. Енді біз 2 метр 65 сантиметрді сантиметрге айналдырып аламыз. Сол кезде бізде 265 сантиметр болады. Бұл бізде бөлменің ені. Енді ұзындығын табу үшін біз 265-ке 265-ті қосамыз. Өйткені екі бөлек шаршы пішінді деп тұр ғой. Сонда 265-ке 265-ті қосқан кезде 530 сантиметр болады екен. Бұл шаршы болғаннан кейін шаршының барлық қабырғалары тең болады. Енді бөлменің ұзындығы периметрін табуымыз керек. Периметр табу үшін П тең деп формуланы қолданамыз. Периметрдің формуласы бізде 2 көбейтілген жақша ішіндегі А қосылған В. Сонда тең деймізде 2 көбейтілген жақша ішінде 530 қосылған 265. Сонда мәні 1590 болады екен. Яғни бөлменің периметрі 1590 сантиметр. Жетінші есеп. Әріптерден, сандардан, фигуралардан тұратын тең жиындар құрастыр дейді. Енді А жиыны және В жиыны деп аламыз. А жиынына мысалы біз әріптерді жазып көрейік. З, X, R, K. Б жиынына да осыларды жазамыз, бірақ орындарын ауыстырып жазамыз. X, K, Z, Z, R деген секілді. Сонда бізде А жиыны мен Б жиындары тең жиындар болып шығады екен. Енді фигура ретінде қарастыратын болсақ, мысалы Е жиынына біз үш бұрыш, дөңгелек және шаршыны жазамыз, ал П жиынына бірінші шаршы, одан кейін үш бұрыш, одан кейін дөңгелекті жазамыз. Сонда бізде Е жиыны мен П жиыны бірге тең болады екен. Келесі бізде 8-ші есеп. Ойлан. Цифрларының қосындысы 4-ке тең болатын неше үш таңбалы сан бар және оларды жаз дейді. Яғни біз үш таңбалы санды алсақ, мысалы 111 деп. Осы 111-ді үш бір бар ғой, яғни бірді бірге, одан бірге қоссақ, бізде үш шығып қалады, ол болмайды. Демек, біз 112-ден бастаймыз. Сонда мысалы 112-де бірге бірді және оған екіні қосқан кезде 4 болады. Яғни осы үш таңбалы санды бір-біріне қосқан кезде бізге мәні тең, яғни қосындының мәні осы 4-ке тең болу керек. Сонда әрі қарай жазып өтейік. 112, 121, 130, 211, 220, 202, 103, 301 және 400. Міне осы үш таңбалы сандардың кез келген біреуін алып, өз-өзіне қосқан кезде үш санында мәні 4-ке тең болады екен. Келесі бізде 9-ші есеп. Есепте 583.012-ге 567-ні және оған 230.058-ді қосамыз. Сонда есептің жауабы 813.637 болады. Келесі 3420-ға 2.130.977-ні
қосып және одан 5450-ді азайтып тастаймыз. Сонда есептің мәні 2.128.947 болады. Келесі 265.219-ды 2-ге бөлеміз. Сонда есептің жауабы 132.609 болады және бір қалдық қалады екен. Келесі 4-шісі 66.095-ті 4-ге бөлеміз. Есептің мәні 16.523 болады және 3 қалдық қалады екен. Осымен балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақтарды жоғалтып алмас үшін каналға тіркеліп, видеоға лайк басып қойыңыздар.